Ең жақсы көретін шалбарыңыздың белі симай қалды ма? Онда оны қалай тез арада кеңейтіп аламыз? Сәлем достар, құрбылар, қыз-келіншектер. Осындай керекті видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша лайк басып кетіңіздер. Міне қазір мен сіздерге жынсиді қазір қалай белін тез арада кеңейту керек екенін көрсететін боламын. Жалпы мендегі тұрған қолымдағы жынсы бұл жаңағы матасы бір басқаша ерекше. Мен бұған мен сәйкес келетін матаны таба алмағандықтан карманның аузын бекітіп, астындағы мешковинасын қойып кеңейтейін деп жатырмын. Ал енді бұны қалай іске асырамыз? Мешковинаны әдемілеп қырқып аламыз. Сосын оны екіге ажыратып, үтіктеп деген сияқты реттеп аламыз. Әрі қарай біз енді шалбарымыздың жанын жаңағы сөгіп, керекті жеріне дейін екіге ажыратып аламыз. Жалпы қыздармен бұл неде тігісте жаңағы кеңейтуді немесе ұзартуды, тарылтуды жалпы алғанда реставрацияны көп жасайды екен. Оның ең бір керемет жері, ол нәрсе қолыңыздан келіп жатса, жалпы өзіңіздегі мысалға бір қымбат бұйымыңыз тұр, ол сізге немесе кең, немесе тар болып қалды деген сияқты. Оны тастауға қимайсыз, өте қымбат дүние. Сол үшін оған реставрация жасауды ойластырамыз. Кез келген варианттарын қарастырамыз. Сөйтеміз да оны не кеңейтіп аламыз, не тарылтып аламыз деген сияқты. Міне қыздар, қазір міне шалбардың мен екі жанын сөктім. Сөгіп алған жерім менің 25 сантиметрдей болды. Енді сізге қанша сантиметрге беліңізді кеңейту керек? Соған қарай ыңғайлап ашамыз. Сөйтеміз да мынандай қағазды қойып, сол жердің лекаласын түсіріп аламыз. Түсіріп алған лекаламызды бағанағы мешковинаға қойып, қырқып, дайындап аламыз. Енді қырқып алған детальдарымызды машинка тігісінде тігіп орналастырып шығамыз. Екі бетінде тігеміз, үстінен жүргізетін тігістерін орналастырамыз. Енді біз поясымызға келеміз. Бізде пояс аяқталған жоқ. Бұл жерге мынандай етіп резина қойсаңыздар өте ыңғайлы болады. Міне қыздар, менде шалбар белін кеңейту дайын болды. Видеоны аяғына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Алдағы уақыттарда тігін тігіп үйренгісі келетін қыз-келіншектерге онлайн курстарын ұйымдастыратын боламын. Толығырақ білгіңіз келсе, мына байланыс телефондарына хабарлассаңыздар болады. Қыздар, барлықтарыңызға сәттілік. Келесі видеоларда кездескенше сау саламат болыңыздар.